Солы бүкіл ағзаны жалпы нығайтатын қасиетке ие. Оның құрамында дәрумендер мен минералдардың үлкен тобы бар. А, Е дәрумендері шаш пен тырнақтың өсуіне, саулығына, терінің серпімділігіне пайдалы болса, В дәрумендері жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне әсер етеді. Асқазан ішек жолдарына оң ықпал етеді. Күрделі көмірсуларды глюкозаға айналдырады. Сұлының пайдалы қасиеттерінің бірі ол организмдегі артық сұйықтықты шығарады. Ісінулер мен қоса зиянды заттарды да шығарады. Сонымен қатар ол несеп тас ауруымен де күресуге көмектеседі. Холестеринді түсіруге әсер етеді. Сұлы асқазан ішек жолының қызметіне оң әсер етеді. Тыныштандырады. Бүкіл ас қорыту жүйесін қалпына келтіреді. Сұлының ішекке пайдасы ол іш қатумен күреседі. Жүйке жүйесін нығайтады. Күйзеліс кезінде көмектеседі. Сұлының суы мен тұнбасы ыстықты түсіретін, терлететін қасиетке ие. Сұлы бауырға өте пайдалы. Белгілі болғандай, бауыр біздің қан түзу мүшеміз. Онда бүкіл токсиндер мен шлактар жиналады. Бауырымызды тазалай отырып, біз ағзамызға жаңа күш береміз. Сұлы ағзаның ауруға төтеп беру қабілетін арттырады. Жөтелді өте жақсы емдейді және қалқанша безге өте пайдалы. Сұлы шөбінен дайындалған тұнба зәр жолдарындағы дерт, іштің желденуі, әлсіреу, жұмыстан шаршап, қалжырау және ұйқысыздықта пайдалы. Таңертең жеген сұлы асқазан ішек жолдарын жақсартады. 1 стакан сұлы жармасына 1 стакан су құйып, аздап тұз себеді де баяу отта 15 минут қайнатады. Таңертең оны жылытып, сүт немесе қаймақпен араластырып жейді. Балалардың іші қатқанда сұлы жармасына дайындалған ботқа пайдалы. Бірақ мұны қайнатпай, шай секілді тұнба жасаған дұрыс. Ботқа салмақ тастауға көмектеседі. Диетаны 7-10 күн ұстайды. Сұлыдан дайындалған ботқаға қант, тұз салмайды. Сұлыны теріні тазалайтын косметикалық зат ретінде де пайдалана аласыз. Сұлы жармасын ет тартқыштан немесе кофе ұнтағыштан өткізіп, 2 ас қасығына қайнаған су құйып, ботқа жасайды. Масканы 20 минут бетте ұстап, содан соң жуып тастайсыз. Сұлыны өт жолы ауруларында бүйрек жеткіліксіздігінде байқап қолданған жөн. Әрқашан дәрігермен кеңесіп қабылдаңыз. Ақпарат пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қолдап қойсаңыздар.